Сәлем достар, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Біразден бері рецепт салмап едім. Жалқауланып кеттім сөзін шыны керек. Енді бүгін үйде бар заттардан осындай дәмді, ерекше болып жататын самсаның рецептісімен бөліскім келеді. Егер сіздің холодильнигіңізде кеше тойдан қалған осындай күріш болса, және мынандай самсаның қамыры болса, самса істеп жүруге кеңес беремін. Егер самсаның қамырын қалай жасау керек екенін білгілеріңіз келсе, менде YouTube каналымда рецептісі бар, қазір ссылкасын қалдырамын. Қатпарлы самсаның рецептісі қалдырамын. Енді осы күріш пен етті турадым. Әрине тураған кезде ішім пыспас үшін корейский дорамамды көріп отырмын. Скандал Евы деген кино. Осылай тез киноны көріп отырып турап тастадым. Кішкентай қылып турадым, өзіме ыңғайлы қылып. Үстіне тұз шама қостым және де бұрыш қостым. Негізі осындай тамақтар біз көбінесе жуындыға тастайтын болғанбыз. Бұл дәмді ет, жылқының еті болғандықтан бұл тастамай осындай кәдеге жарап, тіпті балалардың өзін алып қалды. Сондықтан бұндай тамақтан осындай самса істеуге болатын, морозилке қатыр салсаңыздар, ештеңе болмайтынын айтқым келеді. Көбісіміз осындай тамақты мысалы неге жібереміз да? Етке, күрішке дегендей. Осылай тез тамдалдып, оңға салып, осылай турап тастадым, өзіме ыңғайлап, тестамызды жайып, қамыр жасадым, самса жасадым, осылай қамырдан. Осы дорамамды көріп отырып, самсамды тез жасап тастадым. Өте жұмсақ болып шығады, дәмі де өте керемет. Самсамын барлығын осылай дайындап, пеш қызып тұрған пешке салдым. 30-20 минутта дайын болды. Самсамыз дайын, өте қатпарлы болып тұр. Түрінен ақ көрініп тұрған шығар сіздерге. Ал енді бөліп көрейік. Өте жұмсақ, пашы да өте жұмсақ болып шыққан екен. Жеп көрсеңіздер болады, ас болсын, сіздермен бірге болған айман. Парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар.